Құрметті оқырман, лайк басып, видео соңында пікір қалдыруды ұмытпайық. Видеоны соңына дейін қараңыз. Дәулет гараждан шығып, тоқтап қалды. Көліктен шығып, қақпаны құлыптау үшін енді ғана есікті ашпақшы болғанда, ағаштардың арасынан жұқа, жыртық джинсы киген, үлкен пиджак, қарапайым қалпақ киген бір жасөспірім оның көлігінің алдыңғы әйнегіне қарай жүгіріп келді. Баланың қолында көк сұйықтық құйылған бөтелке бар еді. Және ол оны көліктің әйнегіне шашпақшы болды. Дәулет терезені тез ашып, «Ей бала, тоқта! Сен мұнда не істегелі жатырсың?» деп айқайлады. Бала қорқып бұрылып, бөтелкені көтерді. «Мен сіздің көлігіңіздің әйнегін тазалап берейін деп едім». «Қажет емес», деді Дәулет қатаң түрде. «Мен жолдағы жуу орнына барамын». «Жарайды аға», деп жалғады қаңғыбас бала. «Мен жақсы тазалаймын, дақ қалдырмаймын. Рұқсат етіңізші». Дәулет көлігінен шығып, оның қолынан бір күш бөтелкені тартып алды. «Мен саған қажет емес дедім. Менің асығыс жұмысым бар». Бала оған мүмкін оның қолынан бөтелке емес, соңғы нан кесіндісін тартып алғандай мұңайып қарады. «Аға, сіз маған 150 теңге беріңізші. Мен 2 күннен бері ештеңе жеген жоқпын». Дәулет баланың көзіне қарап, кенеттен өзінің де осындай жағдайда болғанын есіне түсірді. Ол әйелінің ата-анасына барамын деп айтқанын, ал өзінің жаңа қызметкермен алыс шетелге кетіп қалғанын есіне түсірді. Әйелінің қалай қашып кеткені туралы Дәулет хирургиялық бөлімде жұмыс істейтін әріптестерінен естіді. Олар жадыра мен жас реаниматолог Рауанның Африка елінде жұмыс істеуге келісім шартқа қол қойғанын хабарлады. Сондай әйел ұлымен қоштасуға да мүмкіндік бермеді. Олардың кетіп қалғаны туралы Дәулет ас үйдегі үстелдің үстіндегі жазбадан білді. Ауысымнан кейін үйіне оралған ол 1 аптадан астам есеңгіреп жүрді. Өзін әлсіз адам деп санамаса да, күшпен жұмысқа шығып, науқастарды қарап, эксплуатацияларды әзер жасады. Жадыра оған бұрыннан ақ шетелде жұмыс істеудің жақсы болатынын айтып жүрген. Бірақ ол мұның өзіне Дәулетке келісім шартқа қол қоюға итермелейтінін, пәтерде жөндеу жұмыстарын жүргізу, үйдегі жиһаздарды ауыстыру керек екенін, ал ауруханада тіпті 1,5 айда сонша ақша таппайтынын ойлады. Оның үстіне көліктің де қарызы төленбеген. Кейін бөлімшеге бірінші тұлғалардың қатарынан ауыр науқас түсті. Дәулет жаңа науқасқа көңіл аударды. Бала басын шайқады. «Дәулет, ой, сенде бір келмейтін кезде келіп. Менің бүгін ауыр ота жасауым керек, ал сен мұнда қалтамда мүлдем ақша жоқ». Ол әлі банкоматтан жалақысын алмағанын есіне түсіріп, қолын жазды. «Менің саған тіпті 150 теңге беруге де шамам болмай тұр. Қолма-қол ақша мүлде жоқ». Бала үмітсіз күрсініп ашуланып, «Жарайды, кетіңіз. Сіздердің бәріңіз сондайсыздар, байлар. Шетелдік көлікке ақшаларыңыз бар да, ал аш баланы тамақтандыруға жоқ. Беріңіз менің бөтелкемді». Ол бөтелкеге қолын созды. Бірақ Дәулет оның қолын ұстап алды. «Мен саған қандай баймын? Сен шынымен де көрмей тұрсың ба? Аш адамға бас тартуға болмайды». Ол гаражды жауып, қалтасынан кілтті алды. «12-ші пәтер, кіргеннен кейін жауып ал. Тоңазытқышта тамақ толы. Тамақ жылытқышты қолдана аласың ба?» Бала оған үлкен ашылған көздерімен қарады, және оның бақытына сенбегендей болды. «Сіз не? Мен сіздің үйіңізге бүкіл тентек балдарды әкелсемші?» «Не болады екен?» деп қолын сілтеді ер адам. «Менде онда ерекше қымбат ештеңе жоқ. Барлығын әйелім алып кеткен.
ал маған керегін мен өзіммен бірге алып жүремін. Ол көліктегі жолаушылар орнындағы ноутбук сөмкесін нұсқады. Және де, егер сен маған осылай алғыс айтсаң, сен бала емес, нағыз ақымақ боласың. Бала әлі де өз бақытына сене алмады. Ал Дәулет қайталады. Сондықтан мен ешқандай да кәдімгі дәрігер-хирург емеспін. Міне, бір бай адам ауыр отаны күтіп отыр. Сенің кесіріңнен шамасы күтпейді. Енді жанжал болады. Көріп тұрсың ба? Қалай жақсылық жасадың? Сенің атың кім? Сағадат, деп жауап берді жасөспірім. Және көзін төмен түсірді. Кешіріңіз мені, аға. Мен сізді ренжіткім келмеді. Үй үшін уайымдама, ешкімді кіргізбеймін. Тамақтанып, ұйықтап қаламын. Ал сіз жұмыстан кешікпеңіз. Әйтпесе мен сіздің кілтіңізбен кетіп қаламын, деп әзілдеп қорқытты ол. Ойлама да, деп қатал түрде қарады оған Дәулет. Жей бер, ұйықтай бер, демал. Көшеде тентектігіңнен гөрі жақсы ғой. Жарайды, мен кеттім. Тіпті көлікті жууға да үлгермеймін, деп ол рөлге отырды. Бірақ осы сәтте Сағадат жүгіріп келіп терезеден қақты. Аға, мына байдың отасын кейінге қалдыруға болмай ма? Не дейсің? Бұл бәрі алдын ала 3 апта бойы дайындалды, туыстарымен де келісілді. Ал сен менің жанымнан қалмайсың. Егер мен сізді ұстап қалсам, демек бұл кездейсоқ емес. Менің сөздерімді есте сақтаңыз, деп бала кілтті лақтырып подъезге қарай бет алды. Дәулет айқайлады. Сағадат, мені аға деп атай бер. Түсіндің бе? Жарайды, деп жауап берді ол. Хирургия бөлімінде Дәулетті аға медсестра қарсы алды. Ой, ақыры келдіңіз бе? Неге сонша кешіктіңіз? Анау біздің бай пациент сізді тез арада хирург жіберуді талап етіп жатыр. Қазір барамын, деп қысқа жауап берді ол. Және ординаторскаяға кіріп, бірер минуттан кейін VIP пациенттің төсегінің жанында отырды. Дәулет Мақсатұлы, деп күңіренді ол. Менің отамды кейінірекке қалдыруға болмай ма? Мен мүмкін күмәнданушы шығармын, бірақ бүгін менің скальпельдің астында тірі қалмайтыным сенімдімін. Жадырасын Байрам оны ұялтып. Сіз мұндай ойлар сізді ғана мазалайды деп ойлайсыз ба? Операцияға баратын науқастардың 90%-ға жуығы менімен осындай сезімдерімен бөліседі. Білмеймін, құрметті дәрігер. Менің ол 90%-ға қатысым жоқ, деп қарсылық білдірді бай жігіт. Бірақ басқа күнге ауыстыруға болмай ма? Дәулет ойланып қалды. Басқа уақытта ол пациентті мұндай сөздері үшін тағы да ұрсар еді. Бірақ Сағадаттың, ал сен менің жанымнан қалмайсың, егер мен сені ұстап қалсам, демек бұл кездейсоқ емес деген сөздері, және олардың кездесуі кездейсоқ емес деген сөздері оны ойландырды. Ол пульсті сезіп, жүректі тыңдады. Ол әрине жақсы жағдайда емес еді. Сондықтан Дәулет аға медсестрадан бөлімге кардиолог маманын шақыруды сұрады. Ал пациентке, уайымдамаңыз жадырасын, қазір біз сіздің жүрегіңізді тексереміз. Егер бірдеңе болса, онда жарайды, кейінге қалдырамыз, деп күлімсіреді ол. VIP палатаға анестезиолог кіріп, сағатқа қарап, отаның басталуынан кешіргіп жатқанымызды айтқанда, Дәулет онымен коридорға шықты. Біздің жадырасында бірдеңе дұрыс емес, деді ол үнін төмендетіп. Ота мүлдем тоқтатуға да тура келеді, деп қорқамын. Дәулет, сен хирургсың, сен шешесің. Бірақ ұмытпа, мен жақында демалысқа шығамын. Сондықтан кейін бөтен анестезиологпен жұмыс істейтін боласың, деп ескертті анестезиолог. Ота негізі 1 сағат бұрын басталуы керек еді. Кенеттен кезекші медсестра кірген палатадан айқай естілді. Мұнда тезірек,
Дәрігерлер жүгіріп барып, пациенттің инфаркт белгілері бар екенін көрді. Келген кардиологиялық медсестра болжамды растады. Сондықтан Асқар мен Аққуан темекіге жармасты, бірақ шекпеді. Уатып тастады. Бұл жағдай оталық үстелдің үстінде ең қызған кезде болуы мүмкін еді. Біз оны шынымен де жоғалтып алар едік. Кейін басымыз дауға қалатын еді, деп қосты бозарған анестезиолог. Ал Дәулет Сағадатқа ойша алғыс айтты. Ол осылай оған отаны тоқтатқаны үшін. Жұмыстан қайтып келе жатып, Дәулет дүкенге кіріп, тағы да азық-түлік, нан, сусындар сатып алды. Сәл толқып, есікке қоңырау шалды. Кенеттен Сағадат оның кілттерімен қашып кеткен болар. Бірақ бірнеше секундтан кейін есік артынан сыбдыр естіліп, пәтердің есігі ашылды. Ол үйіне келгенде, өзінің пәтерінде кім күтіп тұрғанын көріп, ол отыра қалды. Бұл Сағадат еді. Бірақ неге екенін білмеймін, әйелінің жазғы халатында болатын. Ұялды күлімсіреп, ол: «Дәулет аға, алған жоқсыз ба?» деді. Ол кіреберіске кіріп, жасөспірімге таңғала қарады. «Сағадат, сен қызсың ба не?» Ол есікті тез жауып сыбырлап: «Иә, мен қызбын. Бірақ бұл туралы ешкім білмеу керек», деді. Баланың кейпінен шыққан Сағадат қорқып, оған «сен» деп айтты. Дәулет шаршап қабырғаға сүйенді. Бұл қандай күн болды, тосын сыйларға толы. Ол аяқ киімін шешіп, ауаны жұтты. Дәмді бірдеңе иісі шығып тұрды. Бұны сен бе пісірген? Иә. Әйтпесе, сіздің тоңазытқышыңызда тек шұжық, ірімшік пен сосискалар ғана бар. Бұл толық ақымақтық. Сіз дәрігерсіз. Мұндай тамақтанудың пайдалы емес екенін түсінуіңіз керек. Сен қайдан білесің? Сағадат үндемей оған плашын шешуге көмектесті. Аяқ киімін сөреге мұқият қойды да ас үйге жүгірді. Дәулет айналасына қарап, пәтердің тап-таза екенін байқады. Әрине, ол да тәртіпті сақтауға тырысатын, бірақ қазір барлық сантехника, плитка, айналар жарқырап тұрды. «Сағадат», деп айқайлады ол, қолын сүртіп жатып. «Саған кім осыншалықты жақсы тазалауға үйретті?» «Анам», деп жауап берді ол Дәулетке. Әдемі хош иісті сорпаны тәрелкеге құйып жатып. «Біздің үй курортный ауылда орналасқан. Ол жерде қонақ үйде үй қызметшісі болып жұмыс істейді. Мен оған бұрын көмектесетінмін. Сонымен сіздің анаңыз тірі ме?» деп таңғалды Дәулет. «Иә, сіз, Дәулет аға, тамақтанып алыңыз. Содан кейін мен сізге бәрін айтып беремін». Ол абайлап отырып, және жеуге шешім қабылдады. «О, қандай дәмді. Ал тамақ жасауды да анаң үйретті ме?» «Әрине, ол болмаса мен әлі көшеде жүрер едім». Кешкі астан кейін Сағадат бұрын олардың үлкен отбасы болғанын, өзінің кіші бала екенін, бірақ үлкен ағаларының өсіп кетіп қалғанын айтты. Біреуі солтүстікке, біреуі келісімшарттық жұмысқа. «Әкем вирустық инфекциядан қайтыс болды. Анам қатты шаршап қалды. Сондықтан мен оны жұмыста қолдап отырамын. Өйткені анам өте шаршап, көздері абдырап кеткен еді. Біраз уақыт өткен соң біз екеуміз бірге тұрып, бәрі жақсы болып кеткен сияқты еді. Бірақ кейін ауылға құрылыс бригадасы келіп, жаңа қонақ үй салына бастады. Анам оларға аспаз болып жұмысқа кірді. Онда жалақы көбірек төленетін. Содан анам өзіне ер адам тапты. Бір кешке анам мені маңызды әңгімеге шақырды. Мен екінші рет тұрмысқа шығуды шештім, өйткені бұл адам жақсы адам. Мен оған менімен кіші балам тұрады деп айттым. Сосын мен оған: «Анам, сен басқа ештеңе ойлап таба алмадың ба? Мен 15-ке толып қалдым.
Енді менің ұл емес қыз екенім анық көрінеді. Анам маған: "Қызым, сен кішкентайсың, нәзік, ешкім де өйтіп ойламайды. Бұлай болған дұрыс. Сен маған сен." Мені қысқа шашқа қырды. Ер жасөспірімге ұқсап кеттім. Олар бұл жалғас ағаймен тіркесті. Ер адам сияқты болды. Бірақ маған ол бірден ұнамады. Оның қарағаны ауыр, ұнамсыз еді. Мен одан алыс болуға тырыстым. Бірақ ол әлі де маған қол жеткізе беретін. Кейде сабақтарыма қатысты мәселелерге араласып, соншалықты ұзақ тыңдайтын. Қапырым оған соққым келетін. Кейде ол маған отын шабуға мәжбүр ететін. Үйде пешті қыздыратын. Ол әрдайым: Жүр, сен ер адам емессің бе?" Қолдарым қанға толып, белім ісініп қалатын. Бірақ ол еш нәрсеге мән бермейтін. Анама шағымданамын. Ол: "Қызым, шыда. Мектепті бітіріп, қалаға оқуға кетіп қаласың." Мектепке мен көрші ауылға баратынмын. Бізді автобуспен алып жүретін. Бір күні жалғас ағай балалар менімен қыз бала сияқты сөйлесетінін естіп қалды. Кешке мен сабағымды орында отырмын. Ол жақындап келіп, иығымнан құшақтап алды. Мені тоқ соққандай болды. Секіріп тұрып, оған жұдырықпен ұрдым. Оның бетінен қан ағып кетті. Анам жүгіріп келді. Аңғарып бастады. Жалғас ағай ашуланып, анамды өз бөлмесіне алып кетті. Мен жылап отырмын. Анам маған тағы: "Көктемге дейін шыда", дейді. Мен: "Ал енді мектеп бітіру мерекесіне маған джинсы киіп баруды бұйырасың ба, әлде ер көйлек аласың ба?" дедім. Оның көздері шыныдай болып, ештеңе сезбейтіндей көрінді. Ол маған өзінің заттары туралы айтып, бұл ер адам туралы айтуды ұмытты. Сол кезден бастап ол маған тыныштық бермеді. Кейде қолымен ұстап, тіпті ұстап тұрып, құлағыма дейін үрлейтін. Менің қиналғанымды сөзбен білдіре алмаймын. Қысқасы, көктемге дейін шыдап, үйден қашып кеттім. "Сен мектепті бітіріп шықпадың ба?" деп сұрады Дәулет. "Жоқ, осылай бітіріп шықпадым. Ал мен фельдшер болғым келетін. Химия мен биологиядан тек 5 алдым. Адамдарды емдеуге құштар едім. Өкінішке орай, менің ауырып қалған, жолы болмаған анамды да өкінемін. Құжаттарымды да алып үлгермедім. Анам барлық құжаттарды шкафта құлыптап қойған. Бізге сол құжаттарды алу керек. Сонда мен сені колледжге орналастыра аламын. Мен үйге бармаймын." Жалғас ағай анамды сиқырланғандай етіп алды. Ол енді онсыз бір қадамда баспайды. Тіпті мені де іздемейді. Бір күні мен көрші қызбен кездестім. Ол мұнда институтқа түскен. Ол айтады: "Менің анам бәріне мені Астанаға ағамның үйіне кетіп қалды" деп айтып жүр екен. Ол шынымен де ақылынан адасып кеткен сияқты. Ал сенің досың көмектесуге ұсыныс жасады ма? Ол қалай көмектесе алады? Ол да көп балалы отбасынан, общагада тұрады. Ақшасы жоқ. Қыстың суығы түссе, мен қайда барамын? Парктағы орындықта түнеп, күн кешіп жүрмін. Олар біраз үнсіз отырды. Содан кейін Дәулет тұрып, Сағадаттың иығынан ұрып: "Үрейленбе, бір нәрсе ойлап табамыз. Алғашқы кезде қалай болса, осында тұр. Менің 14 жастағы ұлым бар. Ол анасымен шет елге кетіп қалды. Сондықтан сен оның бөлмесінде тұра аласың", деді. Сағадат Дәулетті туыс сияқты құшақтады. "Рахмет аға, сіздің жақсылығыңызды сізге міндетті түрде қайта оралады." Келесі күні таңертең Дәулет анестезиолог Жарасты өзімен бірге алып, Сағадаттың анасынан құжаттарын алуға көндірді. Жарас: "Банкты тонауға ма?" деп сұрады. Сонда Дәулет: "Қайдағы банк? Бір қыздың құжаттарын анасынан алу керек. Ол оларды құлыптап қойған. Сондықтан
бір жорамал ойлап табу керек, деді. Сонда Жарас, жорамалды мен өзім ойлап табамын. Сен мені білесің. Ал бұл қыз кім? Деп сұрады. Дәулет жас әріптесіне кешегі оқиғаны және Сағадаттың енді өз үйінде тұратынын қысқаша айтты. Сонда Жарас, қартайған сен бір тапқырсың. Бүгін де Сағадатпен таныстыр. Ол әлі бала, 17 жастан аспайды. Мен оны Тынышбаев колледжіне орналастырғым келеді. Дәулет басын шайқады. Бірақ үйге бірге баруға уәде берді. Жарас Сағадатқа бірден ұнады. Ол қыздың тамақ пісіруіне және ұялшақ күлкісіне қарап көздерін айыра алмады. Коллегалар қыздан мекен-жайын сұрап алды және жақын арада ауылға баруды шешті. Сенбі күні еркектер кеткен соң Сағадат үйді тазалауға кірісті. Кенет есіктің қоңырауы шалды. Ол Дәулет бір нәрсені ұмытып қалды деп ойлап есікті ашады. Ал есік алдында бірнеше полицейлер мен бейтаныс әйел тұрды. Көрдіңіз бе? Бұл адам үйіне кішкентай қыздарды әкеледі деді әйел адам. Полицейлер үйге еніп, қыздан құжаттарын көрсетуді сұрады. Сонда қыз, құжаттарым жақында әкелінеді. Олар менің ауылдағы үйімде қалды. Дәулет ағай оларды алып келеді, деп тыныш көрінуге тырысты. Полицейлер, сіз Мақсатұлының үйінде қалай болдыңыз? Ол сізге кім? Деп сұрады. Біз аулада таныстық. Ол маған кілт беріп, өзіне Дәулет ағай деп атауды айтты, деді. Полицейлер, түсінікті, деп қызға киінуді бұйырды. Сонда Сағадат, не үшін? Сіз мені участокқа апарып тастайсыз ба? Мен бармаймын, деді. Полицейлер қызға жақындай бастады. Қыз есікке қарай қашып, балконға шығып секірді. Жарас пен Дәулет қыздың үйіне келіп, бақшада олар бір әйелді көріп, оған жақындады. Әйел адам, кім керек деп сұрады. Сонда жалғас, Сағадат Гүлмира қызы осында тұрады ма? Деп сұрады. Әйел адам, ондай қыз бұрын тұрды, бірақ ол қашып кетті, деді. Қонақтар бір-біріне қарады. Бұл әйел жалғыз баласы үшін қайғырған ана сияқты көрінбеді. Ол бір ретте қызына не болғанын, немесе бұл екеуінің Сағадатты қайдан тапқанын сұрамады. Жарас әйелдің сөзін үзді. Сіздің қызыңыз реанимацияда. Бізге оның құжаттары керек. Әйтпесе сіз оның емделуін жоғары тарифпен төлеуіңіз керек болады. Сіз оның туысысыз ба? Деді. Әйел үйге жүгіріп кірді. Дәулет Жарастың иығынан түртті. Не айтып жатырсың? Ол сенің сөзіңе сенеді ма? Жарас күлді. Қоя бер, бұл әйелдердің ырым тыйымдарына сенбеймін. Бұл әйелдердің әңгімесі емес, дәрігерлердің әңгімесі, деп түзетті оны үлкен жолдасы. Асығыс түрде үйге қарап. Ақыры әйел оларға үлкен көлемді ескі пошта конвертін әкелді. Қайтадан тез сөйлеп кетті. Аттестаттары бәрі бар. Міне, қандай тентек қыз қашып кетті. Ештең етпейді. Енді оған сабақ болады. Анасын тыңдамаудың не екенін біледі. Ол бірдеңе деп күбірлеп жатты анасы. Бірақ ер адамдар оны тыңдамады. Көлікке отырып кері қайтты. Үйге жақындағанда Дәулет селк етіп қалды. Аулада жедел жәрдем көлігі тұрды. Ал санитарлар оған жартылай көрпемен жабылған қызды носилкаға тиеп жатты. Ол көліктен секіріп түсіп, медицина қызметкерлеріне жүгірді. Жігіттер, не болды бұл жерде? Мен қалалық аурухананың хирургымын. Иә, бір тентек қыз балконнан секіріп кетіп, екі аяғын сындырып алды. Біз оны қазір қалалық реанимацияға алып бара жатырмыз, деп жауап берді санитарлардың бірі. Кенет қайдан пайда болғаны белгісіз полиция қызметкері Дәулеттің Сағадатқа кім болатынын сұрай бастады. Мен кіндік әкесімін,
деп асығыс жауап берді дәрігер. Мен әріптесіммен бірге оның анасына ауылға құжаттарын алу үшін барған болатынбыз. Балконнан не үшін секіргенін түсінбедім. Полиция қабағын түйіп үндемеді және Дәулетке жедел жәрдем көлігінің артынан баруға рұқсат берді. Қыз ауруханада бір күннен кейін ғана оянды және аяқтарының қатты ауырғанынан күңкілдеді. Кезекші медсестра оған ауырсынуды басатын укол салып жұбатты. Шыда, Сағадат, сенің тек аяқтарың сынған, басқа жарақаттарың жоқ, сондықтан тіпті де бағың жанды деп айтуға болады. Қыз қабырғаға бұрылып үнсіз жылады. Қайдан ғана бұл пәле шықты? Дәулет аға колледжге орналастыруға уәде берген еді. Енді бәрі жазылғанша оқу жылы да басталып кетеді. Оның ойын Жарастың дауысы бөлді. Сәлеметсің бе күнім? Ол бұрылып, ыстық жастарын асығыс сүртті. Жарайды қыз, жылама. Мен де Дәулет те сенің жаныңдамыз. Біздің ауруханаға түскенің жақсы болды. Сондықтан сенен тек бір ғана нәрсе талап етіледі. Дәрігерлердің тыңдау және жазылу. Қыз өзінің ұялшақ күлкісімен күлімсіреп, Жарастың қолын қысты. Рахмет сізге, сіз нағыз доссыз. Кешке Дәулет кіріп келді. Қалайсың, кіндік қызым? Мен бүгін түнгі кезекшілікке түстім. Міне, көптеген тәттілер алып келдім. Ол тәттілерді тумбочкаға салып, қыздың кереуетінің шетіне отырды. Сағадат, неге балконнан секіріп кеттің? Қыз қызарып кетті және қарғыс айтпау үшін әрең дегенде оған әжейдің және полицияның келгені туралы айтып берді. Ол әйел тағы да ескі әдетіне басты, деп Дәулет өзінің маңдайынан ұрды. Біздің қарсы бетіміздегі пәтерде тұратын көршіміз. Оны түсінесің бе? Таңертеңнен кешке дейін есіктің көзілдірігінен қараудан басқа ештеңесі жоқ. Жарайды, полициямен шаруаны шештік. Мен сенің құжаттарыңды колледж бастығына, менің курстасыма бердім. Ол өте мейірімді, түсінігі мол әйел. Ол сені 9-шы сыныптан кейін оқуға түскенде етіп рәсімдеймін деді. Енді артық бір жарым жыл оқисың. Ол ештеңе етпес. Сондықтан сені студент деп есептей берсе де болады. Аға, бұл шынымен де ма? Деп қыз қуаныштан айқайлай жібере жаздады. Сіз жай ғана сиқыршысыз. Ол оған өзінің арық қолдарын созып қатты қысты. Ал қазір, деді Дәулет, мен сені біреумен таныстырамын. Палатадан шығып кетіп, қайта кіріп келіп, міне, жадырасын Байрам, деді ол науқасқа. Ер адам қызға қарап күлімсіреді. Менің құтқарушым, қызым. Дәулет қыздың таңғажайыптан мүлдеп абдырап қалғанын көріп жымиды. Есіңде ме? Мен саған отаны күтіп жатқан науқас туралы айтқан болатынмын. Бұл жадырасын Байрам еді. Егер сен болмасаң, мүмкін мен ауруханаға уақытында үлгеріп, Жарас екеуміз отаны бастап кеткен болар едік. Ал жадырасын дәл сол кезде болды. Мен сізге айттым ғой, кездейсоқтықтар тектен-тек болмайды. Сағадат қайтадан көңілденіп кетті. Ол мұны қалай сезгенін білсін. Бір айдан кейін сынықтар жақсы жазылып, қыз таяққа сүйеніп, колледжге алғаш рет сабаққа барды. Оны күнделікті келіп кетіп тұратын Жарас өзінің көлігімен апарып әкеліп жүрді. Барлық таныстары Сағадат диплом алған кезде бұл жүрекке жылы тиетін жұп міндетті түрде отбасы болатынын білетін. Үйде Дәулет кейде әлі де қолтықтаяқпен жүретін қызды өзінің кең бөлмесіне көшірді. Ал өзі қонақ бөлмесінде қалды. Жадырасында қыздың денсаулығын және оның оқудағы жетістіктерін үнемі сұрап тұрды. Ай сайын ол өзінің картасынан бірнеше мың ақша аударып, оны Байрамның жеке стипендиясы деп атайтын. Сонымен қатар ол хирургпен
өте жақсы дос болып, өз байланыстарының арқасында оның бөлімшесіне ең сапалы дәрі-дәрмектер мен құрал-жабдықтардың келуі жағынан ықпал етті. Дәулет күтпеген демеушіге алғыс айтқан кезде, ол әрқашан жақсылық қымбатты дәрігер, оны жасайтындарға әрқашан қайтып оралады деп айтатын. Бір күні таңертең Дәулетті есіктің тосын қоңырауы оятты. Көздіктен қарап, ол жылап жібере жаздады. Босағада оның ұлы тұрды. Анасы алып кеткен Африка елінде әскери төңкеріс болып, онда келісімшарт бойынша жұмыс істеген барлық шетелдік дәрігерлер шұғыл эвакуацияланған. Жадыра баласын өз анасына апарды, ал өзі әріптестерімен кетіп қалды. Мен мұнда жақын болғандықтан неге үйге қайтпасқа, деп ұлы өз оқиғалары туралы қызығушылықпен айтып берді. Әрине, Дәулет қуанып біте алмады. Баланың әкесінің үйінде тұрғаны әжесінің үйінде тұрғанынан жақсырақ. Сағадат өзінің жаңа отбасын өте жақсы көріп кетті. Дәулет оған әкесіндей қарады, ал баласы оның ағасының орнын басты. Бірде олар ауылға барып, қыздың анасын көруді шешті. Иә, қызын көріп, ол жылап жіберді. Жалғас оның өмірінен қалай кенеттен пайда болса, солай жоғалып кетті. Бірақ Дәулет оны өзімен бірге ауруханаға баруға көндірді. Ал неврологиядан емделгеннен кейін анасы қайтадан жаңа өмірге келгендей болды. Сондықтан ол қызына үйлену тойына дайындалуға қуанышпен көмектесті. Ал кейін демалыс күндері оның ауылына келетін немересі үшін қонақжай әже болды.